Жол түзелсе, тасымалда жақсарады, экономикада өседі. Адам өлімі апатта азаяды. Қарап тұрсақ, көп нәрсе жолға байланысты. Жол ең қаржы көп жұмсалатын сала. Ал сол кетіп жатқан қаржыға сапа сай келеме. Армысыз көрермен, эфирде Адалдық алаңы бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы жолдың жайы қалай. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Қадірлі телекөрермен, мен бүгін біздің студиямызға келген спикерлермен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Батыс Қазақстан облыстық филиалының директорының орынбасары Эльдар Садық Ерсайынұлы. Ұлттық жол активтері сапасы орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның директорының міндетін атқарушы Заурбек Қыпшықбаев. Облыстық мәслихаттың депутаты Тұрарбек Тілемесов және Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті жанындағы әкімшілік практика бөлімшесінің бастығы Олжас Ибраимов Әзімбекұлы. Қош келдіңіздер деймін тағы да. Қадірлі телекөрермен, хабарымыздың тікелей эфирде екендігін өздеріңізге мәлім етейін. Бүгінгі тақырыпқа қатысты айтар ойларыңыз болса, мүмкіндіктеріңіз бар. Экранның төменгі бөлігінде көрсетілген студиямен тікелей байланыс 285869 нөміріне, сондай-ақ WhatsApp мессенджеріне жазбаша түрде де 8-700-028-5869 жазуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Хабарласыңыз, көкейде жүрген, күрмеуі шешілмеген мәселелер болса, ортаға ой салыңыз демекпіз. Енді жалпы жолға қатысты мәселе өзекті. Айтылып та келе жатыр және айтыла береді де бұл мәселе. Ел президентінің өзі елімізде республикалық және жергілікті жолдардың жағдайына қатысты азаматтардың айтып жүрген сыны орынды. Сапасы жасалған жол жыл сайын жөндеуді қажет етеді. Және бұған мемлекеттің қаржысы тиімсіз жұмсалып жатыр деген екен. Міне, қаржы тиімсіз жұмсалып жатыр дейді Тұрарбек мырза. Бұған қатысты сіздің айтарыңыз бар ма? Енді айтарымыз болғанда, біздің осы бойынша салынып жатқан жолдарды уақытында берілмейді, соны айтылған сөздер деп ойлаймын. Сосын сапасы жағынан да сол жағынан айтылған болар деп ойлаймыз енді. Қазір енді біздің үстімізден 254 шақырым банағы республикалық жол өтіп жатыр. Мына біздің Бөкей, Ордаға, Жәнбекке, Казталов районының үстінен сол жолдардың сол банағы салу жағынан, сапа жағынан сондай маңызды мәселелері бар. Мына уақыттарын қалып жатырғаны, сол жағынан айтқым келеді банағы. Ол үш районда банағы айтып жатыр, 62 мыңдай халық тұрады. Біздің барып келуі, мына әсіресе көктемде, күзде, сол кездерде қиындау болып жатыр. Балшық кезінде биыл және өзіңіз білесіз, жаңбыр көп болды жаз кезде мына жақтарда. Вообще 3 күн деп жатқандар бар кісілердің. Сол бағытында байланысты мына азық-түліктің де құны өсіп жатыр. Сол аудандарда? Сол аудандарда. Келіп кетуі, енді өзіңіз білесіз, сәулде мына Россия шекарасы ашық болып жүргенде солармен қатынасып, олар тамақтарды сол жақтан алып жүретін еді. Қазір ол жақтың бәрі жапқасын біздің облыстан алып жатыр, орталығынан. Ол келіп кетуі қиындау. Сол мәселелер ғой, көтеру керек деп ойлаймын осы бағдарламада. Сол жақтарын айтып. Расында да жол қатынасы тасымалға біріншіден. Екіншіден экономиканың да өсуіне, әрі кеткенде жаңағы азық-түлік бағасының қымбаттауына да әсер етіп жатыр. Ордада 200 теңгеден дейді, бір нанның құны дейтін. Дұрыс емес енді. Орысша айтылғанда экономика, дорога это артерия экономики дейді. Бүкіл экономика осы жолға байланысты. Күре тамыры, иә. Енді жалпы бұл бағытта барлығымыз білеміз, елбасының өзі тапсырма беріп, кезінде осы жолдарды салу керектігін. Енді ол тапсырма берілгелі біраз жылдар өтті. 2 жыл өтті ме? 2019 жыл, иә, қателеспесем. Осы жылдардың ішінде қанша шақырым бізде қазір жөнделді, салынды? Елдар мырза. Жалпы енді бүгінгі таңда бізде республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы желісі 1414 шақырымды құрайды. Бүгінгі таңда 248 шақырымы күрделі жөндеуде болса, 80 шақырымы орташа жөндеуде, қалған 1086 шақырымы қазір күтіп ұстау жұмыстары жасалып жатыр. Жалпы енді қазір күрделі жөндеу бізде осы 245 шақырым 2019 жылдан бастап салынып басталды. Бүгінгі таңда жалпы осы жылы 118 шақырым жөндейміз деген жоспарым
қойғанбыз, бірақ та қазір мына коронавирустық инфекцияның пандемиясына байланысты белгілі бір шектеу, карантиндік шаралар болды және форс-мажорлық жағдайлар болды. Жалпы енді былай айтсақ, мәселелер көп, бірақ та биыл біз 118 шақырым емес, 58 шақырым ғана салу жоспарлап жатырық. Бізде деген қазір күрделі жөндеуде жалпы 4 мердігер жұмыс жасап жатыр. Осы жылдың қорытындысына байланысты қазір 2 мердігермен біз шартты бұзуға қазір ұйғарым бердік. Неге? Өйткені мына жыл басынан бекітілген жоспарды орындалмады. Орындалмады. Жалпы мердігер компания бұл жаңағы құрылыстарға қалай тартылады, қалай ол жүргізіледі, оны қазір біле жатармыз. Желіде көрермен бар екен, сұрағын тыңдап көрейікші. Алло. Қайырлы кеш, тікелей эфирдесіз. Мен сұрағым, мен 2004-тің ноябрьның басында очередке жерге отырғам. Сол жер деген биыл 17 жыл толады, Алла қосса. Өзім деген жасым 73-ке келді. Ал барса маған жер жоқ дейді. Сонда мен енді рахмет. Квартирге отыра алмайтын. Сонда вообще жер болмайды ма? Жақсы, әже, сіздің сұрағыңыз бүгінгі біздің тақырыбымыздан сәл енді желіде өзіңіздің телефон нөмірлеріңізді қалдырсаңыз болады. Біз тиісті мекемеге сіздің сұрағыңызды жолдауға әрине тырысамыз, бірақ енді бүгінгі біздің тақырыбымызға сай емес. Сондықтан да жаңа айтып жатырмыз ғой, мынау жалпы осы облыстың оңтүстік батысындағы аудандардағы жолдың жайы біраз жауыр болғаны белгілі. Айтылып та келе жатыр, ол жаңа айтылатты. Жалпы біраз жыл бұрын жаңа айттық қой, осы халық, осы жол құрылысы басталады дегенде бөркін аспанға атып қуанғаны бар. Қазір күдіктен көрі, оларда енді шыны керек күдікпен бірге үміт те бар. Күдік дегеніміз жаңа айтқан мердігерлердің кесірінен бе, білмеймін, әлде жаңағы тиісті шаралардың құрылыстың уақытында орындалмауының себебінен бе халықтың күдік пайда болды. Мен айтайын, бұл күдіктен болар деп ойлаймын. Бұл дейтін бекет, президенттің өзінің контролінде тұр. Бұл жолдар дейтін, еще мына өзің непосредственно банағы айтып жатыр, Қазавтожол деп, бұлардың бастықтары да біздер де как депутат ретінде осыны көтеріп жүрік осы мәселені постоянно. Мына олар да осы колониялеріне алып, осы 2 жас келіп кетті, бұл автожолдың комитеттің бастығы енді контролін алып, банағыдай істей алмай жатса, жігіттерге беріңдер, орында басқа істейтін кісілер керек деп, уақытына енді бітіреді деп ойлаймыз. Просто мен де өзімде кешіктірілуін немен байланыстырамыз, Тұрарбек мырза? Енді оның өздерінде де жұмыстарын дұрыс істемей жатқан бар, өздері айтатын бар, бірақ мына объективный причина дейді, биыл енді аздап жаңбыр да көп болды. Мен енді өзім 3 раз барып келдім, сол жолды қарап, 44 күн ба жаңбыр болды. Сосын мына енді қазіргі заманда мына материалдың жоқтығы, қазір мына құрылыс материалының жоқтығы. Құрылыс материалының жоқтығы. Мына біздің дорожниктардың бәріне де енді сіздер жұмыс істемей жатырсыңдар деп айта беруге де болмайды. Мына қазір осы моменттерде біздер осы шебен жоқ, қазір мына вагондар жоқ, бәрін көмірге алып кетіп жатыр, не болып жатыр? Вообще вагон келмей жатыр. Мына Оралға осы 15 күннен бері бір вагон келген жоқ, бір материалмен. Сосын бағасы көтерілді. Енді ең үлкен біздің проблемамыз мына мұнай көтерілгеннен бері мына жанар-жағармай деп жатыр ғой, енді дизельный топливо дейді. Соның бәрі перевозка дизельный топливомен. Ол дейтін 190-180 болғаннан 289-дан бір шығып, қазір 265-ке түсіп тұр. Енді ол дейтін соның өзі, бұлар енді 2 жыл бұрын договорға отырды, шартқа, келісім шартқа. Онда ана перевозкалар аз болды, қазір мына ценамен көтеріп кетіп жатыр. Қазір жаңа майдың өзі де болмай қалды ғой кезінде. Осы дефицит болып, қазір енді болып жатыр мына. Соның бәрі кінәс тиіп жатыр. Битум деген мына асфальттың ішіне қосатыны бар, битум деген. Соның өзі 184 теңге мың болып еді, қазір 200-ден болып тұр, қазір ол да болмай қалып жатыр. Мына біздің дорожниктер, мен мына республиканың жолын айтып жатқан жоқ, мына біздің облыстың, қаланың, енді қалада биыл көп жол салынып жатқан жоқ, облыстың жолдарына салып жатқан біздің мердігерлерге айтқым келетіні қиын болып жатыр манағыдай. Аяқтың астынан мына көтеріліп кетті де, 2-3 күннің ішінде уже кісілер тастай алмай қалып жатыр, материал болмай қалып жатыр таситын. Сол жерде аздап қиындық болып жатыр мына көріп жатқандар. Біздің көрерменіміз жазыпты, жалпы біз сұрай келе техникаларында жаңағы қол байлау болып отырған мәлім болды дейді. Бұған не дейміз? Мердігер компаниялардың техникалары жоқ па? Аз ба? Жалпы енді жаңа айтып кеттім ғой. Бізде жаңа президенттің тапсырмасы бар. Жалпы енді қазір
бізде күрделі жөндеуде жаңағы тек 248 шақырым. Жалпы енді бізде мына Подстепная Федоровка, Ресей Федерация шекарасы деген жол бар, 144 шақырым. Жаңағы Атырау-Орал тас жолы бар, 303 шақырым. Бізде деген осы 2019 жылдан бастап мына жобалық сметалық жобалау жұмыстарын қазір Подстепная Федоровка жолына бітірдік, экспертизасын сараптамасын өттік. Осы келесі жылдан бастап осы реконструкция бастаймыз деген жоспарымыз бар жалпы. Қазір деген мына Атырау-Орал тас жолы бойынша биыл осы жылдың маусымнан бастап біз деген жобалық сметалық жаңағы жұмыстар басталып жатыр. Осы 2023 жылы осы сараптамадан қорытынды алып, осы жолды қазіргі таңда бұл Атырау жолы 3-ші санаттағы жол, оны деген 4 жолақты етіп 1Б категориясы ретінде саламыз деп жоспарлап жатырық. Сонымен қатар бізде қазір күтіп ұстау жалпы енді өзіңізге белгілі республика бойынша 700 миллиард теңгедей ақша бөлінеді республикалық жолға. Ол ақша жетпейді. Жыл сайын? Жыл сайын, иә. Сол себептен қазір деген мына осы күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, және мына күтіп ұстау шеңберінде қазір деген мына шұңқыр жамау, бітеу деген сондай жұмыстар жасалып жатыр. Жаңа мердігер компания деп қалдық, иә? Екі мердігер компанияның бұл құрылыстан шеттетілгенін айттыңыз. Шеттетілмеген бар. Біз деген ұйғарым бергенбіз. Ұйғарым бердіңіз, иә? Ұйғарым бердік. Қазір деген осы шартты бір жолды келісім шартымыз бұзамыз деген ұйғарым бердік. Жалпы мердігер компаниялар қалай таңдалып алынады өзі? Елімізде 500-ге тарта осы жол құрылысында мердігер компания бар екен. Бұларда енді тендер ғой, республиканский не ғой, бұл жол, республиканский жол болғасын, бұлардың тендерлары сізде Оралда өте ме? О жақтан жан-жақтан келуі мүмкін, иә? Орталық аппарат. Астанада өтеді, сол жақтан конкурс, открытый конкурспен өтеді. Туалын компания алады, өзі қанша не скидка жасайды, не жасайды, сонымен алып жатыр. Олардың өздерінің талаптары бар. Мысалы, олардың өздерінің осы жолда жасаған тәжірибелер болу керек. Әрбір жаңағы бізде мына құрылысқа бөлінеді, реконструкцияға бөлінеді, жөндеуге бөлінеді жаңағы. Соған өздерінің талаптары бар. Техникасы болу керек, адамдары болу керек өзінің манағы. Жақсы. Енді біздің ортамызда осы сараптама орталығы ғой. Ұлттық жол активтері сапасын қарайтын жолдың. Зауырбек мырза, айтыңызшы, біздің мердігерлердің жалпы төсеп жатырған жолдары талапқа сай ма, материалдары талапқа сай ма? Жоқ, рахмет. Енді қазіргі таңда сапа әрбір тұрғынды толғандырып отыр. Енді бүгінгі таңда мердігерлерді әрине ауытқушылықтар, манағы сапасыз материалдар кездесіп жатады. Оның мана басында арнайы тапсырыс жағынан техникалық қадағалау деген болады, инженерлік қызмет. Бұл жерде ең басты рөл ойнайтын сапада осы инженерлік қызметкерлерді атап өтуге болады жалпы енді. Енді сол инженерлік қызметтердің көбіне өзінің осындай құрал жабдықтары немесе манағыдай сынама зертханалары болмай жатады. Мана сол мердігердің базасындағы сынақ зертханасында өткізеді, соның сынамасын негізге алып, осы жұмыстарды қабылдап жатады. Негізінде мана өздерінің бөлек сынамасы болып, аккредитацияны өткен, осы неден өткізгеннен кейін барып, олар өз бір шешімін беру қажет. Енді бізде бұл жерде ұлттық жол активтері іріктемелі сынама өткіземіз. Жалпы енді айына бізде Қазавтожол бізде схемал регламентіміз бар, бірігіп шығып, сол нені қадағалап, республикалық маңызы бар. Қазір енді аса назар аударып отқан жоғарыда айтқандай осы оңтүстік аумақтағы жолдар ғой, Казталов-Жәнібек, Өнеге-Бейсен-Сайқын. Сол бізден жіті назарымызда, манағы негізден топырақ жер төсемесінен бастап жоғары қабат асфальтбетон қоспасына дейін. Енді бүгінгі таңда біздер деген
ол жолдан 218-дей сынама алдық. Соның бізде тек қазіргі таңда 11-і сәйкес келген жоқ материалдары. Енді ол мана тапсырысшыға жеткізілді. Ұйғарымдар сол манағы үлгере алмай жатқан жерлері, сапасыз өткізбегені кейбір инженерлік қызметтер өздерінің қадағаларын қойып, бірінші сапалы неге бас назар аударып жатыр. Желіде қоңырау бар екен, қазір қабылдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирде сіз тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, күттіріп қойдық ау. Менің сұрайын дегенім, алло. Сұрағыңызды тыңдап тұрмыз. Мына Орал жөндеу жолындағы жұмыс жайында. Мердігерлер алып жұмысты. Түкте техникасы жоқ. Ақтаудан басқа жерден алады. Сосын местный техникаларды арендаға алады да жалдайды. Оның оплатасын бермейді. Қазір сол жолда жұмыстар бәрі тоқтап қалды. Сол қалай техникасы жоқ нелер алады мердігерлер жұмысты. Местный техникасы бар мердігерлер ала алмайды жұмысты. Сол үшін жұмыс ақтап тұрып қалды, бүкіл жұмыс. Рахмет сұрағыңызға, Илдар мырза. Жаңа бір көрерменімізден де жазбаша осындай сұрақ болды ғой. Жалпы енді қазір мына Казталовка-Жаныбек автомобиль жолында қазір үш участокте 2 мердігер жұмыс жасап жатыр. Олардың негізі қарқыны баяу, бірақ та қазір жалпы жаңа айтып кеттім ғой, бізде жоспар 118 шақырым болған. Бірақ та мына жаңағы пандемияның кесірінен және де осы мердігер ұйымдарының жоспарды бұзған үшін қазір біз ұйғарым беріп шешім қабылдап жатырмыз. Жалпы мына 12-Бесен тас жолы Ресей Федерация шекарасы 103 шақырымда, онда да 2 мердігер мекемесі жұмыс жасап жатыр. Жалпы не жоспарға сәйкес. Биыл қанша шақырымы сонда аяқталады? Жалпы 58 шақырым. 58 шақырым. 58 шақырым. Енді тиісті өзінің жоспарлы межесіне жетуге мүмкіндік бар ма? Орындала ма сол межеде? Жалпы аяқтала ма құрылыс? Жалпы құрылыс аяқталады. Олардың шарт бойынша 2022 жылдың аяғына дейін жол салынып өту керек. Жақсы. Жаңа сіз сөзіңізде айттыңыз, Подстепный Федоровка бағытын, иә? Сол бағыттағы жолдардың тесіктері, шұңқырлары бітелді, бірақ яйықтың қасында қалды дейді. Оны қазір істеп жатырған ешкім жоқ дейді. Біздің көрермен жазып отыр. Осы тесіктерді бітегеннен кейін оны кім тексереді? Тексеретін орынның нөмірін бересіздер ме дейді. Ол жұмыстарды кім қабылдап алады? Жалпы деген мына Подстепная Федоровка бұл деген 70-ші жылдары салынған. 1970 жылдары салынған. Сол кезден бері қазір деген реконструкция, капремонт деген жұмыстар жасалған жоқ. Қазір тек мына күтіп ұстау аясында мына шұңқыр жамау жұмыстары жасалып жатыр. Өзіңіз жүріп көрген боларсыз, жағдайын көрген боласыз, жағдайы онша емес. Сол себептен мына 2019 жылдан бастап біз қазір реконструкциялау жұмыстарын жасауға шешім қабылдадық. Келесі жылдан бастап бізде мына реконструкция барысында жұмыстар басталады деген жоспарымыз бар. Жалпы енді бізде контакт-центр бар, 1403 деген. Қандай сұрақтарыңыз болса, сол контакт нөмірге хабарласып, бізге өзінің жаңағы айтуға болады. Жол құрылысына қатысты өзінің пікірлерін көп. Біз енді бүгін арнайы ортамызға полиция департаментінен шақырып отырмыз. Олжас мырза келді. Неге? Өйткені жол құрылысыны, жолдағы жаңағы болып жатырған сапасы дейміз, сол сапа жол көлік оқиғаларына әсер ете ме, Олжас мырза? Шұңқыр тесіктен қашам деп, мысалы, қарсы бетке шығып кету, немесе жолдың жаңағы тарлығы деген мәселелер тіркелді ме? Осы бағыт. Рахмет. Жалпы өткен ағымдағы 9 ай ішінде 214 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның салдарынан 69 адам қайтыс болды.
332 адам жарақат, әртүрлі дене жарақаттарын алып отыр. Енді бұл жолдағы шұңқырлар жол жүруіне әсері бойынша жалпы жыл басынан бері Шымкент Самара тас жолында Сырым ауданының аумағында 2 жол көлік оқиғасы тіркелген болатын сәуір айында. Соның салдарынан 2 адам қайтыс болды, 3 адам жарақат алды. Бұл жаңағы жолды күтіп ұстау бойынша тиісті жұмыстарды атқармағаны үшін сол жол учаскесінде жауапты Қазавтодор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әкімшілік жауапқа тартылды. Жақсы. Желіде қоңырау бар екен, қабылдап көрейік. Қосып жіберейінші мына жерде. Қазір көрерменді қабылдап алайық, тосып қалмасын. Қайырлы кеш. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Мен мына Ақжайық ауданы Иттай ауылынан қоштап тұр едім, жолдың бойынша. Біздерде мына Барбастау Индер бағыты бойынша асфальт жоқ қой, сол асфальтты жылда қыратын еді. Биылдан бастап қырылмай қалды, соның себебін айтып кетті. Тас шығып жатыр асыл жолдың, күнделікті жүретін жол. Бұл республикалық маңызы бар. Облыстық жолдарға қарайды, иә? Ол жолдар биыл дейтін полностью капитальный ремонтқа кіргізіп жатыр, енді уже басталды, мердігері бар. Енді полностью асфальт салынады Индерге шейін. Индерге дейін. Индерге дейін. Мана ғана жол жөнінде айтып жібергім келеді. Мына біздің Атырау-Индер, Орал-Атырау деген трассамыз бар ғой, 3-ші категория трассы. Мана жалпақтығы республикалық маңызы бар трассы дейміз, маңызы бар трассы ғой. Сол өзі құртай болған емес, бір полосадан ғой енді, 2 жолдық қой енді полоса. Сол ана тар болғасын көп біздің основной мына қыс бойында да мына қатты скоростьпен жатқан, сол жерде көп апаттар болады, кісі өлімі көп. Сол бойынша мына соны осы ендігі жылдан бастап Алла осы поездысын айтып кетті, ана поездысы өтіп жатыр, ендігі жыл тендер болып 4 полоса жол жасалайын деп жатыр. Бірінші категорияға ауыстырып жатыр. Бірінші категория Б категориясына. Сол бойынша бізде 4 полоса болады. Чапайға шейін болатын бар да, сол 4 полоса? Жоқ, Атыраудың шекарасына дейін. Атыраудың шекарасына ар жағында өздері салып кетеді. Сонда 4 полоса болады да, сонда уже азая ма деп ойлаймыз. Жол көлік оқиғаларының азаюына. Мана тар болғаннан көп болады деп ойлаймын. Бұл жерде енді көктайғақ бар, бораны бар, басқасы бар. Ана грузовой транспорт жүреді, международный трасса ғой. Сосын алар жайлап жүргесін, жеңіл машиналар агонға шыққысы келіп қатты шыққанда үлгере алмай қалады, өздері соғылып сол жерден көп кетіп жатыр енді. Құрылысы қашан басталады бұл? Ендігі жыл басталады. Ендігі жыл басталады. Қанша жылға? Үміттендіріп қояйық енді. Жалпы деген 2023 жылы бітіреміз жобалау жұмыстарын. Тек содан кейін мердігер ұйымын анықтап, құрылысты бастаймыз деген жоспарымыз бар. Кезінде осы жол салынғанда, Тадини деген итальянский компаниялар алып, мердігер болып салды, 3 жылда салды границаға шейін. Ар жағында енді Атыраускай границаға кетеді ғой. Жақсы. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, Бөкей Ордасы және Жәнібек аудандары арасында да жолдың машақатын көріп отырған сол ауданның тұрғындары. Қар болса, жаңбыр болса, елге жете алмайды, елден бері қарай орталыққа қапта алмайды расында да. Енді осы мәселе бойынша біраз көрерменді мен қазір қарап отырмын, мына планшеттен сұрақтар қойып жатыр екен, иә. Осы Орал, Бөкей Ордасы, Орал Жәнібек бағытындағы жол қашан салынып бітеді дейді. Иә, ол енді республикалық маңызы бар жаңа Казталовка Жәнібек бөлігі ғана ғой. Не болып айтады, Россия Федерация шекарасы дейді, сосын мына біздің сайқын ғой енді. Бұл 22 жылдың 31 декабрь біту керек. Бірақ енді мынандай задержка болып нететін болса, ол аздап переносить етеді, бірақ соны артынан қалмай, мына Нұр Отанмен де қазір мына облыстың әкімінде бәрімізде депутаттар болып қалмай жүр ғой. Манағы істемейтін мердігер болса, басқасына берсін деп, сол бойынша осы мына келісімшарттарда осы біздер жүргесінде шешіліп жатқан зат деймін. Осы енді шама келсе соған беру нетеміз енді, талаптанамыз, бірақ енді бермесе, көп болса бір 3-4 ай, 5 ай ар жағына кетер. Қысқа келеді, қыста істемейді. Біздің мына жолдың бір жаманы сезонный ғой, тек мына 6 ай, 5 ай істейді, сол кезде салынады ғой, сосын азап задержка болады. Енді 23-тің орталарына барып қалар нағыз нетіп жатса. Бірақ мердігерлер бұлар штраф салып жатыр, мана өзің уақытына үлгермеген, ешкім оларды былай жіберіп жатқан жоқ, біздерде қарап жүрік қой, арттарынан қалмай. Қадағалау істейміз. Қадағалау. Штрафтарын салып жатыр, көп штрафтар кетіп жатыр ана жерде дейтін. Сроктардан кеткен үшін де штрафтар салады. Манағы оның бәрін нетіп жатыр енді. Жауапсыз емес, иә, ең бастысы. Желіде көрермен бар екен, қабылдап көрейікші. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Желіде сіз тыңдап тұрмыз. Мен мына жол жөнінде білейін деп едім, мына Шыңғырлау
Улуубен тас жолдар жаңағы ремонт болып жатыр, сол тоқтап қалды, сол қай жыл басталады екен. Бұл облыстық. Облыстық мәселе, бірақ ол жерде де мердігерлер анықталды, енді басталады бұл ел. Бұл ел енді қазір уже қыс болып қалғасын тек подвоз материал болады да, көктемнен басталып кетеді ғой. Министр болды сол жолда. Солай ғой да? Енді жаңа осы бағдарламаға дайындалар алдында бір кішігірім зерттеу жүргізгенбіз, журналистік. Әлемдік рейтингте жол сапасы бойынша біздің еліміз енді өкінішке орай 93-ші орында екен. Қазақстандағы жолдардың салынуы, құрылысына кететін қаржы өзге мемлекеттермен салыстырғанда әлдеқайда аз. Бұл енді сапасына да сәйкесінше әсер етіп жатқан болар деп біз ойлаймыз. Дұрыс. Енді Батыс Қазақстан облысындағы жолдардың сапасыздығында өзінің біраз жаңа пайызы бар. Келісесіз бе, Елдар мырза? Жалпы енді бізде деген мына экспертиза деген нәрсе бар ғой, жоқ, жалпы енді бізде пятиступенчатый деген контроль бар. Жалпы қадағалау. Оны деген біз жаңағы тапсырушы ретінде қадағалаймыз. Оны мердігер ұйымы өзі қадағалайды. Сосын мына ұлттық сапа орталығы бар. Сосын техникалық қадағалау бар. Және авторлық қадағалау деген ұйымдар бар. Сол себептен және де қазіргі таңда біз деген мына жолға осы кісілерді шақырамыз. Мына Бөкей Орданың өзіне де апарамыз, көрсетеміз, жол қалай салынып жатыр жаңағы. Сол себептен жалпы солай. Мен де қосып кетейін, бұл жерде дейтін, қазір осы соңғы кездерде дейтін қатты қадағалауда, қазір бір мердігер, өзінің қалыңдығын, жалпақтығын, біреуінде ондай нарушениялар жоқ, қанша қарап жатырық, біздер оны бәрін қарап жүрміз, мен өзім мына жолға көп жақындығым бар да, оны білем, качествосын дейді ғой, толщина дейді, ширина дейді, оның уплотнение дейді, оның бәрі қазір орнымен келетір. Осы уақытқа шейін болған болар, моменттер бар, 2 жылдың ішінде осы жағы қатты қадағаланып жатыр. Бұл тапсырғаннан кейін де бұлардың артынан да біздің құқық қорғау органдары бар, солар қарап жатыр. Соның бәрін қарап шығып жатыр. Енді болғаны керек, жолда бір проблема болды деп, онда іс қозғалды деген естіген жоқпыз. Сол уақытта осы сапаның арқасында да лаборатория деп айтып жатыр қой, енді бұл мердігерлерде, заказчиктар да қарап жатқан бар. Әйтеуір бүкіл жағынан келіп тұр. Кейбір жерлерде даже одан да қалыңдау болады. Ол да бір қуантатын жағдай енді. Жайлап жүріп жатыр ғой. Мен жаңғыз облыстың жолдары болғанда республика жолдары емес, мен жаңғыз городтың да жолдарын айтқым келді. Бізде 70% қаланың жолдарын дейтін оңдау керек. Асфальт салу керек, асфальт тас жол дейді ғой енді. Бізде көп жерде вынос грязи дейді, балшық шығарып жатыр. Енді қазір өзім городской депутат болып жүргенде Мәскеметтің 14 көшесін асфальт салған, өзім қасына жүріп, до конца жүріп. Қазір дейтін қуантатын жағдайлар бар. Но бірақ городтың ішінде де кейбір көшелерде әлі асфальт жоқ. Соған нету керек. Жалпы күре жолдың бойында күрмеуі шешілмей тұрған мәселе көп. Енді біздің көрермендерімізден де сұрақ бар, мен де сол сұрақты дайындап едім. Геология мәселесі зерттеле ме? Ауа райына бағыну деген бар, қосымша тағы да. Біздерде мысалы әр аймақтың өзіне тиесілі, мысалы қаз автожол біреу болғанмен, бірақ әр аймақтың өзіне тиесілі өзінің жаңағы ауа райы бар. Мысалы қысы қытымыр болады деген сияқты, оңтүстіктікі басқалай, солтүстіктікі басқалай. Біздің жақта соны ескере ме? Әрине, біз енді біздің өңір 4-ші климаттық зонаға жатады. Өйткені сұрақ бір көрерменнен бар екен, бізде қыс болғанда жол салады дейді. Кей жағдайда енді көз көріп жүргеннен кейін жағдай тұрған жоқ. Жалпы енді біз халық бәрі біледі, біз енді қазір өте тез континентальды климаттық зонада орналасқан. Күн қазір жылы болып, ертең салқындап кетеді. Қазір мысалы күздің мезгілінде өздерімізді байқап жүрміз. Енді жалпы температуралық жағдай, мысалы асфальт бетон жамылғысын төсеу, мысалы 10 градусқа дейін, 5 градусқа дейін болып жатады. Плюс 5-ке шейін салынады. 5 градусқа дейін салып жатады. Мысалы кедір бұдырлы не болатын болса, ол мына август айының аяғына дейін салынатын өз нелер бар. Кедір бұдырлы дейін, бетіне защитный слой деп айтылады. Мысалы сондай өзінің бізде нормативтік нелер талаптары бар. Мана геология жағын айтып жатса, мана енді ол әрине ол өте өзекті мәселе. Кейбір жоба дайындайтын мекемелер, олар неге сол басына бармай, интернеттен, Google желісінен алып, жергілікті рельеф дейміз, сол нелермен алып,
комбинаттан отырып сол жоба жасап жатыр. Түсінбей қалдым. Геология ол емес, ана климатические условия, морозостойкость, температура. Жоқ, бірінші геология деген сұрақ болды көрерменден де. Геология деген геологические изыскания. Ондай сұрақта болды. Жаңағы екінші сұрақта болды. Ауа райы. Енді мана сол жер несін есептемегенмен, манағыдай сол жер төсемесінен бастаған кезде, мана сол жердегі конструктивті дұрыс есептелмесе, мана өз кезегінде ол да жол сапасына кері әсерін тигізеді. Енді бұл бізде мына мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін біз енді оған ешқандай кемшілік айта алмаймыз. Жоба талабымен сол мана мердігер ұтып алған жерде сол жолмен салады. Ол мана өз кезегінде сол осындай неге әкеліп жатады. Ыңғайсыздық нерге. Иә, өйткені енді жаңағы қыста күн суытқан уақытта да жаңағы жол құрылыстарын жүргізіп жатқаны кейде енді көрініс болды ондай расында да. Сол сұрап жатқады ғой, ол жаңағы ауа райының сондай салқын уақыттағы жүргізілген құрылыс жолдың сапасына қаншалықты әсер етеді, арасына су барады, басқалай деген сияқты. Бізде көрермендерден көп деген сұрақтар келіп жатыр. Барбастау Индер бағытындағы енді бұлардың қаншалықты республикалық маңызы бар трассаларға жатпайтынын, облыстық маңызы бар трассаларға. Басталып кетті енді, осы салынады, асфальттық жол салынады. Айта кетейікші, Барбастау Индер бағытындағы. Қазір Ақжайық ауылынан бастап, қазір Шағатай ауылына дейін, қазір мердігер жұмыс басталып кетті. Қазіргі таңда енді қаражат несіне байланысты, енді өтпелік объект болып саналып тұр. Енді ары қарай да Индерге де аппаратына сол Жайықтан сол жақ бөлігіндегі тұрғындарға қолайлы осы. Қазір өйткені көбінесе мына Атырау Орал тас жолымен барып, пароммен өтіп тұрғындарға енді кедергі етіп жатыр. Сол мақсатта бұл жақтан облыстық маңызы бар басталды. Тағы бір сұрақ, енді көп жиі қатынайтын Орал мен Ақсай бағытындағы жол әлі жөнделіп жамалып келе жатыр ғой енді. Ол да облыстық маңызы бар жол ғой. Бөлінеді ғой, екі жол бар ана жерде. Мына Бөрлі Ақсай облыстық болады да, мына жерден бағана айтып кетті ғой, әріптесіміз мына ендігі жыл алла болса биыл енді өтсе, подступныйдан Елекке шейін дейді, мына граница шекарасы дейді ғой, Россия Федерация. Сонда Бөрлі үстімен сол Нойдан жаңа жол салынады. Ана капитальный ремонт емес, реконструкция дейді. Ана жолды бұзып, соның қасына салына ма, соның үстімен салына ма, жаңадан жол салынады. Айтып тұр ғой, 70 жылдан бері ол жолын салынған жоқ, тек бағанағы ямочный ремонт дейді, бағанағы несін. Жалпы, Тұрарбек мырза, облысымызда болсын, елімізде болсын, мына жолдардың құрылысына қаржы бөлгеннен әлде сол жолдарды күтіп ұстау тиімді ме, қалай өзі? Енді жаңа жолдың аты... Бізде бюджет қалай, ішкі жергілікті бюджет күтіп ұстауға бөліне ме? Мен сізге айтайын, бізде дейтін, мына жолдар дейтін республика жол бар, облыстық жол бар, сосын мына районный жол бар. Әркім өзінің бюджеті бар. Әр өзінің бюджетіне өздері береді, мына текущий содержание дейді, соны өздері береді. Күтіп ұстауға. Оған мына республиканың бюджетіне, мына Қазавтожол бөлінеді, өздері определенно береді. Мына облыстың бюджетіне жыл сайын мына областной управление тендер өткізеді. Мен ендігіде бір шақырсаңыз, облыстық жол бастығын шақыру керек мына жерге. Солар өздері тендер өткізеді деп, ана бауырымыз айтып кетіп жатыр, жолды қырылмай қалды деп. Биыл солардың тендерлары дұрыс өтпей, мына август-сентябрьге шейін келіп қалды. Қайта бұлар дейтін қыста бірінші қаңтарлардан бастап уже өтіп, или декабрьде өту керек. Уже қаңтардан бастап кісілер жұмыс істеп кету керек қой. Бұлар дейтін созып келіп, бір енді біздің причиналар болған бұлар. Осы мен сұраймыз, неге бұндай болып жатыр деп. Осы 8 ай, 9 ай. 9 ай болып жатыр, 7 ай болып жатыр. Солар жаңа өткізіп, жаңа бастап жатыр жол дейтін. Ол дұрыс емес. Ол дейтін 12 ай жолды ұстап тұру керек. Мана сұрақ дейтін, дұрыс сұрақ берді. Неге дейтін, ана жол дейтін топырақ шығып жатыр. Мына біздің облыстық управлениені шақыру керек осы жерге, соны айтсын сол. Солар өздері қаржы бөледі, солар ұстау керек өзінің жолын. А районның жолдары өздері местный район бюджетінен бөлінеді специально ұстауға. Жаңа геологиялық мәселесінде тағы басқа жаңағы отырып құрылатын ішкі жаңағы жоспар, планы бар, басқасы бар айтып жатырмыз ғой. Ендігі бір мәселе осыларды жасайтын жалпы құрылыстағы мамандардың тапшылығы бар ма? Маман тапшылығы дейтін, қай салада да енді көп маман дейтін. Ақша бар жерде маман көп па? Қай жерде жұмыс бар, сол жерде маман қазір көп жетіспейді ғой бізде. Бірақ мына жол жерінде маман жоқ. Ол жағына мына бізде дейтін Усть-Каменогорский банаға институт бар еді, дорожно-строительный. Сосын мына Алматыда дорожно-строительный институт бар еді. Олардың бәрі жеке кетіп қалды да, ана жерде бір кәсіпорындар не болып қалды да, дұрыс
шығармай қалды нелерді, оқушыларды дұрыс оқытпады ма, сапасы түсіп кетті ма, лицензияларын алып алды да, бұлар қазір сатпай, қанша сатпай оқушы жіберді ғой да, политехнический. Қазір дұрыс маман шықпай жатыр. Қазір енді мына сол мен ойлаймын, вообще мына облыста да, республикада да осы программа болу керек, мына специалистерді оқыту керек. Жол сапа, жол жағынан, бұл дейтін енді құрылысшы деген соғыс болса да, неде болса, құрылысшы дейтін бірінші тұратын маман ғой. Құрылысшы бәрі жерде де керек. Осы жағынан бізді дейтін соған вообще бөлім керек. Көңіл аудару керекпіз, иә? Грант беруіміз керек, мына балдарды оқытуымыз керек. Бұл дейтін өмір бойы жұмыс істейтін маман ғой, дұрыс маман. Енді қиын жұмысы, бірақ сауап көп береді ғой, жол салған кісіге сауап дейді ғой енді. Жалпы жаңа қарап отырсақ, Қазақстанда жол көлік оқиғаларында зардап шеккендердің саны 10%-ға өскен екен. Бұл енді республикалық беріп отырған мәлімет. Соңғы 8 айда елімізде 8,5 мыңға жуық жол апаты тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға көп. Жалпы құрылыстың сапасы жаңа айттық қой, қаншалықты жол көлік оқиғаларына әсер етіп жатыр. Жалпы біздер айтамыз, кейде осындай шұңқыр тесігі шығып жатырған жолдарда абайлап жүрудің орнына кейде біздің жүргізушілеріміздің өзі де мысалы жылдамдықты шамадан тыс асырып, мысалы сондай бір жағдайлар көріністер. Мына жалпы Батыс Қазақстан облысы бойынша республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында осы ағымдағы жылдың 9 айында 52 жол көлік оқиғасы болды. Нәтижесінде адам өлімі болды, және де түрлі дәрежедегі жарақаттар алынды. 2020 жылмен салыстырғанда, 2021 жылы осы жол көлік оқиғаларының саны жалпы өсті. Ал мына жол көлік оқиғаларының түрлері бойынша айтсақ, мысалы негізгі түрлері ол мына көлік құралдарын соқтығысуы, көлік құралдарын аударылуы, мына жаяу жүргіншілерді қағып кету, жануарларды қағып кету. Мысалы 30 жол көлік оқиғасы мына көлік құралдарының соқтығысуы. 14 жол көлік оқиғасы ол деген мына автокөліктердің аударылуы. 3 жол көлік оқиғасы ол деген мына жануарларды басып кету. Тағы да бір жол көлік. Көп жағдайда бетіп, бұлай бір көзбен саралап қарайтын болсақ, бұл жағдайлардың барлығына жаңа жылдамдықты асыру. Иә, біріншіден мысалы. Жалпы жолға, жол жүрісіне қадағалау жасайтын, бақылау жасайтын бұл ішкі істер органына жүктелген міндет. Ішкі істер органының әкімшілік полиция басқармасына жүктелген міндет. Әкімшілік полиция басқармасы күзгі, көктемгі 2 рет жаңа мердігер серіктестікпен бірге жолға жауапты комиссиялық тексеру өткізеді, республикалық, облыстық маңызы бар жолдарды. Сол тексерістің нәтижесінде анықталған кемшіліктер, жаңа жолдың шұңқырлары, жол белгілерін ескіру, немесе жол белгілерінің қажеттігі болған жағдайлар, жаңа тиісті нұсқама шығарып, жолға жауапты мердігер серіктестікке соны кемшіліктер жою бойынша нұсқама беріледі. Сол кемшіліктер бойынша жаңағы жол нұсқама нәтижесінде жол белгілері орнатылады, қажеттілікке байланысты, жолдың жаңа жағдайына байланысты, жаңағыдай жолдың апаттық жағдайына байланысты, авариялық жаңа бөлімдері бойынша жол белгілері. Бірақ та біздің осы жүргізушілеріміз сол жол белгілерінің талаптарын орындамау салдарынан қазіргі кезде бірінші ретте бұл жылдамдықты асырудың салдарынан жол көлік оқиғалары орын алып отыр. Яғни үлкен зардапқа келіп соқтыққан адам қайтыс болған және дене жарақаттарын алған. Осы бағытта біздің полиция департаментінің тарапынан көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Жылдамдықты жаңағы жалпы жолдағы тәртіптікті сақтау бойынша жолға қатысушы азаматтардың тарапынан. Жүргенсіз жүргізушілерді жөнге салу дейсіз ғой. Осы қазіргі кезде қаламызда, осы облыс орталық қаламыздың аумағында 40 арнайы техникалық құрал орнатылды қазіргі кезде. Жылдамдықты өлшегіш барлық сол 40 орнатылған белгілер бойынша тиісті жол белгілері орнатылды, ескертпе. Сондықтан деген қай уақыттан іске қосылады, соны айтайықшы. Қазіргі уақытта барлық тиісті дайындық жұмыстары аяқталу үстінде. Егер де сол жұмыстар аяқталған жағдайда 19 қазаннан бастап іске қосылатын болады. Қазір бұны көрермендеріміз, облыс тұрғындарына осы
хабарлануды айтып өткім келеді. Жақсы. Сақ болуын, Жақсы, иә. Біздің енді әттеген-ай уақытымыз тікелей эфир болғандықтан аяқталып қалып жатыр. Жалпы қазір енді күзгі мезгіл жауын шашын, әрі қарай қарлы боран деген сияқты жолда абай болуды қажет етеді, қай қайсымызға да. Өйткені адамның өмірі қымбат, кім-кімге де. Сондықтан да сақтық шараларын мұқият сақтаңыздар, жолда абайлап жүріңіздер. Жолдың сапасыздығы немесе жолдағы жаңағы жүгенсіз жүргізушілер демей, әркім өзі үшін жауап беру керек сияқты. Дұрыс. Арнада амандықпен кездескенше деймін. Сау болыңыз.